Мерс 140 естімеген елде көп деген міне алюминиевый лопас, вентилятор, міне суытқыш алюминий кезінде қалай жасаған. Ана BMW-да пластмассовый қатты оборот берген кезде орнында оригинал болмаса мына түптерден сынады. Өйткені бұл үнемі қатты оборотта қозғалып отырады да вентиляторына лопастар. Сонымен ақырындап неме сымды қайта майыстыра берсең сынып кетеді, соқсақты пластмастар сынып кетеді. Мына кезінде қалай жасаған міне 5 объем 119 мотор. Міне 119 кезінде насос жасаған. Кезінде мына ауа сорғыш коллекторлардың бәрі алюминий болатын. Японецтер енді ол жағынан кішкене көпке дейін бой бермей жүрді, алюминий шығарып жүрді. Кейін барып пластмасс болар деді. Әйтеуір бірінші Volkswagen'дерде көп пайда болды ғой, бәрі пластмастар осындай. Пластмассовый машина болып кетті. Сосын BMW-ларың да, Mercedes-терің де бәрі пластмасс көте бастады. Басына Volkswagen бастырған. Японецтер енді ол жағынан кішкене асықпай кейін барып пластмасс көтті оларда. Өйткені қазір так менде қазір бір коллектор жатыр, 3SV европейский қазір көрсетейін. 3SV Европаға шыққан мотордікі. Өйткені мына жерде система EGR бар. Калдинада өзі оң жағынан рульдікі, оларда ма EGR система болмайды. Система EGR Европаға шығарған кезінде болады коллекторларында. Міне кезінде алюминий аямады. Бірақ қазір бәрі пластмассовый машиналар. Неме де пластмасс қазір. Лопастардың бәрі пластмасс. Кезінде енді жақсы шығарды, қазір ондай жоқ. Ондай машина таппайсың. 80-ші жылғы, 90-ші жылғы качество жоқ, сапа жоқ. Қазір 100 мың, 200 мың жүрсе қуана беру керек, одан артық жүрмейді моторлар.